Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен лаваштан әзірленетін осындай керемет, дәмді, бір жегенде онын жеп алатындай керемет таңғы ас немесе перекус әзірлейміз. Сіздер бұны үйіңіздегі балаларыңызға дайындап берсеңіздер, сіздерден күнде әзірлеуін сұрайтын болады. Өте дәмді әрі жеңіл, 5 минутта дайын болады. Ол үшін бізге ең алдымен осындай лаваштарымыз керек. Тортелла лаваштары немесе қарапайым лавашты дөңгелек қылып кесіп алсаңыздар болады. Және тартылған сыр, езілген картоп пюресі. Оны мен алдымен дайындап алдым. Ішіне майым салып, жақсылап езіп дайындап қойдым. Осындай сырларымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз алдын ала. Ең алдымен видеода көрсетілгендей біздің пюреларымызды, езбелерімізді алып, осылай лавашымызға барлық жеріне жеткізіп, дөңгелектеп, жақсылап біртегіс шайып, жағып аламыз. Жақсылап жайып болғаннан кейін үстіне осылай сырымызды сеуіп шығамыз. Осылай тегістеп, әдемілеп, және осылай екі бүктеп, үсті басыңқырап, ашылып кетпес үшін жақсылап жабамыз. Міне біздің лаваштарымыз дайын. Дәл осылай қалғандарын жасап шығатын боламыз. Ең алдымен лаваштың үстіне картоп езбесі, оның үстіне сиырымызды салып, жақсылап жабамыз. Бұл біздің тағамдарымыз 5 минутта дайын болады. Яғни көп уақытымызды алмайды. Егер сізде осындай қайнатқан картопларыңыз дайын тұрса. Және бұны тартылған етпен, яғни фаршпен де жасай беруге болады. Мен де дәмі ерекше болып шығады. Міне біздің ерекше асымыз дайын болды. Яғни бұны лаваштағы чүбереке деуге де болады. Солай атасаңыз да болады. Осылай мұздап басып аламыз. Енді осыны табада қуыратын боламыз. Достар, осылай дайын болған лаваштарымызды осылай қызып тұрған табаға салмай саламыз. Осылай екі оламыздан дайын болған лаваштарымызды саламыз.
осыны жасап екі беті жарымша қолға аламыз. Ne bizim formalarımız dayandırdı. Dostlar, егер де менің парақшам сізге ұнаса, бүгінгі істеген асымыз сізге ұнаса, лайк басып, подписка жасап кетіңіз. Рахмет, ас болсын.